Сонымен енді осы жылды қорытындайтын болсақ, біздер өте жақсы баға берер едім. Өзімнің жұмысыма, өзімнің командамның жұмыстарына. Себебі осы жыл біздер арнайы интернат номер 3 соның тастанды балдармен жұмыс жасадық жыл бойына. Одан қалдысы біздің облыстық үлкен кісілерге арналған сауықтыру орталығы. Солармен бірге жұмыс жасадық. Синдром Даунымен, жаңағыдай ДЦП-мен ауыратын балдар ақыл ойларынан кішкене бір қосымша бір жақсы әсерлері болды деп біздер сөйтіп ойлаймыз. Енді келгенде қандай еді, қазір осы бір жылдан кейін балдар өзгерістері жаңағыдай мықты деп мен ойлаймын.